Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды облысы Шет білім бөлімінің Жарық тірек мектебінің ресурстық орталығының мұғалімі Қажыкен Гүлім Қанағатқызы. Бүгін сіздермен химия сабағы. Оқушылар, ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын жеңіл ахуал қалыптастырып алайық, иә? Ол үшін балалар барлығымыз бірге тыныш дем жаттығуын жасайық. Ол үшін мен дем аламыз деген кезде демімізді ұстаймыз, және де осы демді 4 секунд бойы ұстап тұрамыз. Және де одан кейін демімізді баяу шығаратын боламыз. Ендеше кеттік. Жарайсыздар, өте дұрыс. Осылай демімізді біртіндеп шығарып алдық. Ендеше сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гальваникалық элементтер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты гальваникалық элементтердің принципін түсіндіру. Жақсы оқушылар, жалпы гальваникалық элемент дегеніміз не? Химиялық элемент энергияның электр энергиясына айналуын гальваникалық элемент деп аталатын электрохимиялық жүйелерде жүреді. Қазіргі уақытта гальваникалық элементтердің тоқ көздері кеңінен таралған. Гальваникалық элемент екі электродтан тұратын тұйықталған электрохимиялық жүйе. Жақсы оқушылар, әрі қарай сабағымызды бейне жазба көру арқылы жалғастырайық. 1786 жылы итальяндық ғалым Луиджи Гальвани өлген құрбақаға скальпельмен тиген кезде оның бұлшық еттерінің жиырылатынын байқайды. Денеден бөлінген құрбақа аяқтары да дәл сондай әрекет көрсеткен. Бұл құбылысты 1790 жылы өзге итальяндық ғалым Алессандро Вольта түсіндірді. Ол бұлшық еттердің ішіндегі сұйықтық бір уақытта екі түрлі металмен түйіскенде бұлшық еттердің жиырылатынын көрсетті. Бұл құрбақа бұлшық еттерінің жиырылуына себепші электр тоғын тудыратын гальваникалық элементтің ашылуына алып келді. Электрохимиялық элементтерді келесі түрде жазу келісілген. Анод тік сызық анодты электролит, қос тік сызық катодты электролит, тік сызық катод. Электродтар мен олардың ерітінділері арасындағы фазалық шекаралар бір тік сызықпен белгіленсе, жартылай элементтердің арасындағы фазалық шекаралар қос тік сызық арқылы белгіленеді. Тотығу жүріп жатқан бір жартылай элемент сол жақта, ал тотықсыздану жүріп жатқан екінші жартылай элемент оң жақта жазылады. Электрохимиялық элемент тудыратын электр тоғы элементте өздігінен жүретін реакцияның нәтижесі болып табылады. Тотығу реакциясы сыртқы тізбекті электрондармен қамтамасыз етсе, тотықсыздану реакциясында олар жұмсалады. Элемент арқылы өтетін электрондар саны элемент электродтарының арасындағы потенциалдар айырымына тәуелді. Потенциалдар айырымы электр қозғаушы күш деп аталады. Мұны жақсы түсіну үшін келесі мысалды қарастырайық. Төбеден төмен қарай түсетін автокөлік ешкімді таңғалдырмайды. Себебі төбенің жоғары жағында автокөліктің потенциалдық энергиясы төмен жағындағысынан қарағанда артық. Автокөлік потенциалдық энергиясы жоғары нүктеден потенциалдық энергиясы төменірек нүктеге қарай өздігінен қозғалады. Химиялық реакциялардан да осыған ұқсас жайды аңғаруға болады. Электрохимиялық элементте электрондар потенциалы жоғары сол жақтағы жартылай элементтен потенциалы төмен оң жақтағы жартылай элементке қарай қозғалады. Гальваникалық элемент арқылы электр тоғын жүргізгенде, біздің жағдайымызда темір үш иондары мен ядит иондардың арасында тотығу-тотықсыздану реакциясы қатар жүретінін көрсету үшін қарапайым тәжірибе жасап көрейік. Бір мензуркаға темір үш хлоридінің 0,1 малярлы ертіндісін және басқа бір мензуркаға калий ядидінің 0,1 малярлы ертіндісін дайындаймыз. Мензуркаларды калий хлоридінің қаныққан ертіндісі сіңірілген фильтр қағазынан жасалған тұзды көпір арқылы байланыстырамыз. Екі ертіндіге мультиметрдің сым ұстатқыштарына жалғанған графит электродтарды батырамыз. Осылайша біз гальваникалық элемент жасадық.
мультиметр гальваникалық элемент арқылы тоқ өтетінін көрсетеді. Бұған қоса калий ядиді бар мензуркадағы ертінді ақырындап көк түске боялады. Жақсы оқушылар, бейнероликті көріп болсақ, сол бейнероликтегі ақпараттарға байланысты тапсырмалар орындайық. Бүгінгі сабағымызда 3 тапсырма болады. Ол тапсырмаларды орындамас бұрын бірінші дескрипторларымен танысып алайық. Бірінші тапсырмаға 3 балл, екінші тапсырмаға 3 балл, ал соңғы үшінші тапсырмаға 4 балл берілетін болады. Жалпы бүгінгі сабағымыз 10 балдық шкаламен есептеледі. Жақсы оқушылар, ендеше бірінші тапсырмамызға көшейік. Бірінші тапсырмамыз WordWall платформасында орындайтын боламыз. Мынау алдыларыңызда тұрған шеңберді айналдырып көрейік. Бірінші сұрақ. Гальваникалық элемент дегеніміз не? Жақсы оқушылар, ендеше сіздердің жауаптарыңызбен тексерейік. Гальваникалық элемент дегеніміз химиялық энергияны электр энергиясына айналдыратын құрал. Жақсы, сіздердің жауаптарыңызбен сәйкес келді деп ойлаймын. Ендеше екінші сұраққа көшейік. Электролитте электролиттік потенциал аз болса, онда ол Жақсы, екінші сұрақтың жауабын тыңдаңыздар. Егер де потенциалы аз болса, онда оның белсенділігі соғұрлым жоғары болады екен. Гальваникалық элементте қандай процесс жүреді? Бұл процесте тотықсыздану процесі жүреді. Нақтырақ айтатын болсақ, анодта тотығу, катодта тотықсыздану процесі жүреді екен. Жақсы оқушылар, өз-өзімізді бағалап отыруды ұмытпайық. Ендеше келесі сұраққа жауап берейік. Өлген құрбақаны зерттеу арқылы денедегі сұйықтық бір уақытта екі түрлі металмен түйіскенде бұлшық еттердің жиырылатынын түсіндірілген ғалым кім? Жақсы оқушылар, ендеше осы сұрақтың жауабын сіздермен бірге тексеріп көрейік. 1790 жыл өзге итальяндық ғалым Александро Вольта. Сіздердің жауаптарыңыз тура осындай екеніне сенімдімін. Жақсы оқушылар, ендеше келесі кезекте оқулықпен танысып шығайық. Оқулықтарыңызды ашып, дәптерлеріңізге керекті тірек сөздерді жазып алыңыздар. Жақсы оқушылар, егер де оқулықпен танысып алсақ, ендеше келесі екінші тапсырмамызға өтейік. Екінші тапсырмамыз Educaplay платформасында орындаймыз. Осы платформаға өту үшін QR-кодты сканерлеп алыңыздар. QR-кодты сканерлеген кезде сіздер осы платформаға өтетін боласыздар. Ендеше тапсырманы бірге орындайық. Жақсы оқушылар, ендеше тапсырмаға көшейік. Бірінші сұрақ, гальваникалық элементтің негізгі компоненттері қандай? Жақсы, дұрыс жауап анод, катод және электролит.
Екінші сұрақ. Гальваникалық элементтерді зерттейтін ғылым қандай? Дұрыс жауап А жауабы. Гальваникалық элементтің катоды қандай зарядқа ие? Дұрыс жауап С жауабы. Гальваникалық элементтің аноды қандай зарядқа ие? Дұрыс жауап С жауабы. Бесінші сұрақ. Гальваникалық элементтің жұмыс принципі неден тұрады? Дұрыс жауап С жауабы. Гальваникалық элементтің мысалдары қандай? Дұрыс жауап А жауабы. Жақсы, келесі жетінші сұрақ. Гальваникалық элементтің электролит не үшін қажет? Дұрыс жауап Б жауабы. Гальваникалық элементтің тиімділігі неге байланысты? Дұрыс жауап Б жауабы. Гальваникалық элементтер қайда қолданылады? Жақсы, дұрыс жауап С. Ең соңғы сұрағымыз. Гальваникалық элементте электр энергиясы қалай өндіріледі? Дұрыс жауап А жауабы. Өте жақсы. Үшінші тапсырмаға кезек берейік. Тапсырманы орындамас бұрын орындау шартымен танысып алайық. Орындау шарты бұл бізде жұптық тапсырма. Қазір сіздерге экранда QR-код көрсетілген. Осы QR-код бойынша өтіп, тапсырманы орындаймыз. QR-кодты тек қана жаныңыздағы бір адам ғана сканерлеп алады. Сканерлеп алғаннан кейін начать деген батырманы басамыз. Батырманы басқаннан кейін отправить по деп тұр. Сол жердегі бірінші скрепканы копировать етіп аламыз да, оны қасымыздағы жұбымызға WhatsApp арқылы жіберіп қоямыз. Жібергеннен кейін сол батырма арқылы сіздің қасыңыздағы жұбыңыз кіретін болады. Кіргеннен кейін өзінің есімін жазады. Мысалы, Мөлдір. Жақсы. Бізде бірінші сұрақ. Гальваникалық элементтің маңызды сандық өлшемі. Ойлануға сіздерге 5 секунд уақыт. Жақсы, бұл сұрақтың жауабы электр қозғаушы күш. Екінші сұрақ. Бірінші текті электродтар. Бұл сұрақтың жауабы өте дұрыс. Сіздерде де тура осындай деген сенімдемін. Гальванопластика. Матрицадағы электр тоғының әсерінен оны ерітіндіден тындыру арқылы түсті металдан қалыптау. Жақсы. Төртінші сұрақ. Екінші текті электрод. Бұл сұрақтың жауабы өте дұрыс. Сіздерде де сондай деген сенімдемін. Бесінші сұрақтың тапсырманың сұрағы гальванопластиканың қолдану аясы. Бұл жерде оқушылар біз екі сұрақты да дұрыс деп қабылдаймыз. Жақсы оқушылар, сіз осылай қарсыласыңыздың, жұбыңыздың деңгейін біле аласыз. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабаққа белсене қатысқандарыңызға көп рахмет. Енді үй тапсырмасына көшейік. Үй тапсырмасы сіздерге
бірінші, екінші, үшінші сұрақтарға жауап беру. Және де бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс қалдырып кетсеңіздер. Бүгінгі сабағымызға қатысқаныңызға көп рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.